Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгін сіздермен біргелікте қонақ күткенге дәмді салат дайындаймыз. Ең алдымен бөденен жұмыртқасын қайнатып, ортасынан бөліп турап аласыздар. Келесі кезекте колбасаларды дөңгелек етіп турап, ортасынан кесіп аласыздар, сонда 4 бөлікке бөлінеді. 4 бұрышты сырды да дәл видеодағыдай турап аламыз. Чири помидоры қажет болады, ортасынан кесіп аласыздар. Салаттың ішіне саламыз. Көк пиязда қажет болады, оны да турап аламыз. Аз ғана укроп саламыз, және лимон шырыны, тұздалған қияр, тұз, қара бұрыш, горчица, майонез салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Чечил сырында қосамыз. Қайтадан салатты араластырамыз. Қонақ күткенге дәмді салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Бетіне чили сырын қосып жібересіздер. Дастарханға ұсынамыз. Ас болсын.